Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Kasiyette Zariyat suresinin 15. ayetinde Allah Teala bulay dep buyuradi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel muttaqina fi cennetin ve uyun. Sözsüz takval jandar, takvalıkka berilip, iygi amaldar jasaytın jandar, fi cennetin ve uyun, ulaqtar ağıp durgan bağı bakşalardın içinde boladı. Ahidine ma atahum rabbuhum. Olar Allah'ın bergen nimetlerini kuvana aladı eken. İnnahum kanu qabla zalika muhsinin. Olar budan burun bul dünyada izgi amaldardı jasaytın jandar edi deydi. Kanu qalilan minal layli ma yahjaun. Ulardın en birinci sifati tünning azgana bölügün gana uyuktaytın eken. Ve bil ashari hum yastaghfirun. Jane de ular tangı mezgilderde istiğfar aytıp Allah'dan keşirim suraydı eken. Ve fi amwalihim haqqun lis-sa'ili vel mahrum. Jane öz dünyelerinde kedeylerдің, suravşılardың ақысы бар деп білетін еді. Осы аяттарға зер салсақ, Аллах Таала бұл дүниеде тақуалыққа берілген жанның бойында ең алдымен түннің аз ғана бөлігін ұйықтайды деген сипатты баяндап жатыр. Түнгі құлшылық бұл адамға дәреже, мәртебе сыйлайтын, жүзін жарыққа бөлетін, қияметте қараңғылықтардың ішінде оның жүзі нұрға бөленетін құлшылық. Түнгі құлшылық пенде мен Алланың арасындағы сырласу. Түнгі құлшылық пайғамбарымыздың ең жақсы көретін амалдарының бірі екен. Ол сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам түндері тұрып құлшылық жасағаны соншалық аяқтары ысып, кейде көгеріп кетеді екен. Сонда сахабалар көріп, ей Алланың елшісі, сіздің бұрынғы және кейінгі күнәларыңыз кешірілген болса, осынша өзіңізді қинап, аяғыңыз іскенше құлшылық жасап, не қажеті бар дейді екен. Сонда сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, мен шүкіршіл пенде болмайым ба деп айтады екен. Абдулла ибн Омар, Алла екеуінен де разы болсын, бұлай дейді. Сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға сахабалардың барлығы көрген түстерін келіп айтып беретін. Ол сүйікті пайғамбарымыз олардың түстерін жорып беретін. Жүрегімнен тілейтінмін, мен де түс көрсем екен, сүйікті пайғамбарымызға айтсам екен деп. Бірде түс көрдім. Екі періште қолымнан ұстап мені тозаққа қарай алып бара жатқанын. Тозақ ол бір құдыққа, шұқырға ұқсап қалды дейді. Екі мүйіз сияқты ілініп тұрған нәрселер көрдім. Тозақтың ішінде танитын кісілерді көрдім. Қорыққанымнан Аузу биллахи минан нар. Аллаға сыйынамын тозақтың отынан деп айтып жатқан екенмін. Сөйтіп тұрғанымда тағы бір періште келіп, ләм тура, қорықпа деп айтты дейді. Ұйқымнан оянып кетіп, көрген түсімді апама, Хафсаға, Алла ол кісіден разы болсын, айтып бердім. Хафса анамыз сүйікті пайғамбарымызға айтып берді. Сүйікті пайғамбарымыз естігеннен кейін, нендей керемет жігіт Абдулла, егер түнгі намазға тұрса деп айтты дейді. Содан кейін мен түннің аз ғана бөлігін ұйықтайтын болдым дейді. Міне осы хадиске де зер салып қарасақ, құрметті жамағат, тақуа жанның бір сипаты түнгі құлшылыққа тұрып, Раббысы мен өзінің жаратушысымен сырласуы екен. Абу Хурайра радиаллаху анху ардақты сүйікті пайғамбарымыздан жеткізген бір хадисте былай дейді.
Allah Taala tünnüň 3-den 1 bölüginden bul alemniň asmanyna söp kim magan duga etip jatyr, men dugasyny kabul etenşe. Kim menden bir nerse surap jatyr, men ol suragan berenşe. Kim menden keşirim surap jatyr, men onu keşirenşe dep aýtady eken. Tünkü mezgil şyn mende Allah'nyň tikeley nazaryndagy wagt eken hormatly jamaat. Ulamalar aýtady, adam balası tünkü wagtyn tolugy men uykuga jumsasa, ol amaly makruh dep aýtgan eken. Ýagni adam balası takwalykka garay boy algysy gelse, ol tünkü uykusynyň bir bölügin kıyıp Allah men kulçulukka turu gerek eken. Tünkü namaz Allah men sırlasu dugalardan kabul bolatyn wagty. Sonduktan tünkü kulçuluk amaldardyň içindegi eň onamdy amal eken. Allah sizden jana barşamyzdan razı bolup tünkü kulçuluklarga turumuzdu nasip etsin. Ve selamun alal mursalin. Elhamdülillahi Rabbil alamin.